Барша қазақстандық зейнетақы алатындар үшін жақсы жаңалық. Тезірек көріңіздер. Видеомыз астына бір емес мыңдаған лайк бассаңыз арзиды. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз. Кейсе арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Жалақы, зейнетақы және де арнайы төлемдер 2024 жыл қандай өзгерістер болады? Кеншілер арнайы төлем алады. 14 желтоқсанда Сенаттың жалпы отырысында депутаттар Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне қоғамдық бірлестіктер және еңбек саласында жұмыстарды істейтін адамдарды әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң екінші оқылымда қабылданды. Төлемдер мыналардан тұрады: бюджеттен ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде арнаулы кәсіптік және де мемлекеттік жәрдемақы, жұмыс берушінің қаражат есебінен бір ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде кәсіби төлемдер. Сондай-ақ, бұдан бөлек еңбек және қызметтерінің міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғаларды міндетті сақтандыру жүйесіне жетілдіру жөніндегі нормалар да ұсынылады. Сақтандыру ұйымдарының сақтандыру сыйақысы сомасының 6% шегінде оңалту шараларына арналған шығыстарды өтеуі, сақтандыру ұйымдарына зардап шеккен қызметкерлерді санаторий, курорттық емдеуді 100 және де бір айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге болады. Жазатайым оқиға салдарынан келтірілген төлемді айқындау кезінде қызметкердің кінәсін болдырмау. 2024 жылы зейнетақыны шығарып алу үшін жеткіліктілік шегі қанша болады? Қазақстанда жеткіліктің жаңа шегі 2024 жылы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. 2024 жылға арналған шек өзгерген жоқ. Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер мен болжамды есептеулерді ескере отырып, 2024 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегінің мөлшері қазіргі деңгейде сақталады. Ең төменгі жалақы мен айлық есептік көрсеткіш мөлшері де бекітілді. Ең төменгі жалақы 85 мың теңге. Мемлекеттік базалық зейнетақы мөлшерінің ең төменгі мөлшері 28.215 теңге. Ең төменгі зейнетақы 57.853 теңге. Видеомыз кеңінен таралып, әрбір зейнетақы алатындар және де жәрдемақы алатындар көру үшін видеомызға лайк басып, жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.